Ертеде бір кішкентай сүйкімді қыз өмір сүріпті. Анасы мен әжесі оны өте қатты жақсы көреді екен. Бірде әжесі немересінің туылған күніне қызыл телпек сыйлапты. Қыз әжесінің сыйлығын басынан тастамай үнемі киіп жүретін болыпты. Содан бері көршілері кішкентай қызды қызыл телпек деп атап кетіпті. Bir күні анасы бәліш пісіріп қызына: «Қызым, мына бәлішпен бір құты майды әжеңе апарып, қал жағдайын біліп қайтшы» дейді. «Жарайды анашым, апарып берейін» деп бәліш пен май салынған себетті алады да әжесіне аттанады. Оған әжесінің ауылына жету үшін орман арқылы өту керек еді. Қызыл телпек орман ішімен әжесінің үйіне келе жатыр. Ал бұл орманда сұр қасқыр мекендейтін. Қыз оны білмей, сол жолмен қорықпай жүре береді. Жолда қызыл телпектің алдынан сұр қасқыр кезігіп, қыздан қайда бара жатқанын сұрап алады. Қыз бар жайды баяндап, әжесінің қайда тұратынын сұр қасқырға айтып береді. Қасқыр асығыс қоштаспастан орман ішімен жорта жөнеледі. Неткен сыпайы қасқыр деп ойлайды қыз. Ал қасқыр болса қызыл телпекті озамын деп қысқа жолмен барып әжейдің үйіне жетіп есікті қағады. Әжесі есіктің тарсылын естіп: «Бұл кім?» деп сұрайды. Қасқыр дауысын жіңішкертіп: «Әже, бұл мен ғой, немерең қызыл телпек. Мен сізге қонаққа келдім. Анамның пісірген бәлішімен бір құты майды ала келдім» дейді. Ауырып жатқан әжесі: «Айналайын қызым, тұтқаның жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады» дейді дауыстап. Қасқыр жіпті тартып қалды. Сол кезде есік ашылады. Аш қасқыр әжейге тап беріп, бүтіндей жұтып қояды. Содан соң әжейдің киімін киіп, көзілдірігін көзіне тағып, әжейдің төсегіне жатып, қызды күтеді. Сәлден соң есікті қызыл телпек келіп қағады. «Тук-тук-тук, бұл кім?» дейді жуан дауыспен тойып алған қасқыр. Қыз гүрілдеген дауысты естіп, қорқып кетеді. Әжеме суық тиіп, дауысы содан өзгерген ғой деп ойлайды. «Бұл мен, сіздің немереңіз қызыл телпекпін. Мені сізге анам жіберді. Бәліш пен май алып келдім» дейді. Қасқыр дауысын өзгерте қойып, жіңішке дауыспен: «Тұтқаның жанындағы жіпті тарта ғой, сонда есік ашылады» дейді. Қыз жіпті тартып, есікті ашып үйге кіреді. Сонда қыз әженің төсегінде жатқан қасқырдан: «Әжетай, көзің неге үп-үлкен?» деп сұрайды. «Сені жақсы көру үшін қызым» дейді қасқыр. Сол уақытта қасқыр көрпеден қылшылдап шыға келеді. Қызыл телпек оны көріп: «Тісің неге өп-өткір?» дейді. «Сені жылдам жеп қою үшін өп-өткір» дейді қасқыр дауыстап. Содан қызыл телпекке тап береді де жұтып қоя салады. Дәл осы сәтте үйдің қасынан бір отыншы өтіп бара жатқан еді. Отыншы қасқырдың дауысын естіп, үйдің терезесінен қараса, үйдің ішінде төсекте орнынан қозғала алмай жатқан қасқырды көреді. Оның қампиған қарнына қарап, не болғанын бірден түсіне қояды. Отыншы қасқырды ұстап алып, қарнын жарып жібереді. Қасқырдың ішінен қызыл телпек пен әжесі дін аман шыға келеді. Қызыл телпек пен әжесі отыншыға алғыстарын білдіреді.